Жазу машинкасына ұқсас компьютерлер, оны көріп жүздері бал-бұл жайнаған балалар. Оқушылармен бірге жаңа технологияның тілін үйреніп жатқан ұстаздар. Бұл сонау 90-шы жылдағы мектептердің көрінісі. Білім ордалары жаңа құрылғылармен жабдықталып, жаңа заманға бейімделгенде, білім беру жүйесі де көп өзгеріске ұшырады. 1980-90 жылдары жалпыға бірдей білім беру саласына реформа жүргізілді. Балаларды 6 жастан оқыту жүйесі енгізілді. Ауыл мектептерінің дамуына, мемлекеттік стандарттарға сәйкес бағдарламалардың жаңаруына баса назар аударылды. 1997 жылы орта білім беру жүйесін информатизациялау мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. Сөйтіп жаңа технологияны игеру үшін орта білім беру саласындағы мұғалімдер жоғарғы оқу орындарына арнайы курстарға қатысты. Бірақ бұл құрылғыларды ол кезде тек жазу сызу мақсатында ғана пайдаланды. Интернет деген ұғым тіптен таңсық еді. Мектеп, кеме, білім, теңіз. Бүгінде еліміздегі барлық білім ордалары жаңа заманауи құралдармен жабдықталған. Технологияның дамуы жаңа әдіс-тәсілдің пайда болуына ықпал етеді. Сонымен қатар оның сапасын да жоғарылатады. Бүгінгі білім беруді жаңарту, оны ақпараттандыру айрықша мәнге ие. Сол себепті еліміздегі барлық білім ордалары мультимедиалық сыныптармен қамтамасыз етіліп, интернет желілері тартылған. Оқушылар да, мұғалімдер де жедел ақпарат таратуға, оны алуға, сабақты жан-жақты онлайн режимде жұмыс істеуге қауқарлы. Оқу орнын бітіріп, мұғалім болып кірген кезде менің есімде әлі біз мынау үйге берілген тапсырманы немесе жаңа сабақты түсіндіру үшін әрине түннің бір уақытына дейін отырып қолменен жазып, сонымен қатар баланың есінде жақсы қалыптасу үшін дидактикалық материалдарды дайындауды түннің бір уақытына дейін үйде көз майымызды тамызып жұмыс істейтінбіз деп айтсам болады. 90 жылдарға дейін мысалы шетелде оқу бізде мүмкін болған жоқ қой. Ресей арқылы ғана бірлі-жарым ғана адам оқып келетін. Ал енді қазіргі мүмкіндік біз болашақ арқылы біздің білімді ұрпақтарымыз шетелдің түкпір-түкпіріне барып қазір білім ала алады. Электронды оқулықты пайдалану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймайды, логикалық ойлау жүйесін қалыптастырады. Сондықтан қазіргі ақпараттандыру қоғамында осы оқулықты пайдаланбай алға жылжу мүмкін емес. Электрондық оқулықтар оқушыларға тақырыпты мазмұнды, түсінікті жеткізуге, жаңа тақырыппен терең танысуға жәрдемдеседі. Бұл оқытушының жұмысын жеңілдетеді деген түсінік емес, керісінше баланың заман ағымына тез ілесуіне мүмкіндік береді. Бүгінде барлық сыныптар мүмкіндігінше мультимедиалық құралдармен жабдықталып, әр пәннің мазмұнына қарай жұмыс жүргізіліп жатыр. Тіпті технология сыныптары да жаңадан жабдықталып, оқушылар қиялында жүрген дүниені жасап шығаруға мүмкіндік туды. Бұл тәуелсіздіктің арқасында жеткен жетістіктеріміз.